Ал Қарағандының іргесіндегі кірпіш зауыт ауданының 20 жыл бойы жылусыз отырған тұрғындары қыстың қамын әлден ойлай бастады. Тіпті осыдан 2 ай бұрын келген жаңа әкім Ерлан Қошановқа халық арнамыз арқылы сәлем айтты. Бұл жылуды 20 жылдан бері аңсап келе жатқан халық. Көп қабатты тұрғын үй жұрты Қарағандының іргесінде тұрған мен орталықтандырылған жылу жүйесіне әлі күнге қоса алмай келеміз деп ашулы. Жылыту қазандығы түгіл тым құрғанда шағын пештері де жоқ тұрғындар. Тағайындалғанына 2 ай болған жаңа әкімнің көмегінен үмітті. Мына Қарағандың әкімі ауыз дейді ғой, мықты жақсы жігіт дейді ғой. Үш қайтара сәлем айтайын сол бастыққа. Мына су түбетті бір жағына шығарып берсін, мына тепелені бір жағына шығарып берсін. 5 қабаттағы 70-ке жуық пәтер халыққа кірпіш зауыты қызу жұмыс істеп тұрғанда бұйырыпты. Бірақ көп ұзамай кәсіпорын құлдырап баспаналарды әкімдік меншіктеп алған. Содан соң зауытқа тиесілі жылыту қазандығы да жұмысын тоқтатыпты. 90 жылдардан бері халық электр құрылғыларымен жылынып, тоғы үшін 100 мыңда ақша төлейтіндерін айтады. 60 мың суымыз бар. Мусорымыз бар. Мусор бар. Домофонымыз бар, бәрін қосқан. Ал әкімдіктегілер Қарағанды қаласы бойынша мұндай тағы 200 тұрғын үйдің барын айтады. Бірақ әзірге атқамінерлер орталық жылу жүйесіне қосыла алмаймыз деп отыр, өйткені недостаток тепловой энергии. Орталықтандырылған жылу жүйесіне қосуға жылу жүйесінің қуаты жетіспейді. Құбырларды ауыстыру керек. Бұл тұрғын үй адамдарының мәселесін жақсы білеміз. Атқамінерлер жылуға жармаған тұрғындарға тағы кемінде 3 жыл күте тұруға кеңес береді. Өйткені 2020 жылы Қарағандыда 20 шақырымды жаңа магистральды жүйе өткізіледі. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Информбюро, Қарағанды облысы.